Мысық, әтеш және өткір қолшалғы. Қарапайым тұрмыс кешкен бір шалдың үш ұлы болыпты. Үлкені Мартин, ортаншысы Матей, кенжесі Михал. Ұлдары соқталдай жігіт болып ер жеткенде, шал кенеттен науқастанып қалып, хал үстінде жатады. Бір күні балаларын шақырып алып былай дейді: «Ей ұлдарым, тірлігімде дүние мүлік жинай алмадым. Енді сендердің мұраларың кішкентай үй, мысығым мен әтешім, өткір қолшалғым ғана болмақ. Өз үйлеріңде тату тұрып, менен қалған аз ғана мұраны әділ бөлісіп алыңдар. Бір-біріңмен жанжалдасушы болмаңдар, сонда ғана мақсаттарыңа жетесіңдер». Шал осыны айтып көз жұмады. Жылап сықтаған ұлдары шалды ақ жауып арулап көмеді де, қалған мұраны өзара бөліседі. Мартин алдына жан салмайтын шалғышы болғандықтан қол шалғыны алады. Матейдің еншісіне әтеш тисе, Михалға еркек мысық бұйырады. «Қымбатты бауырларым», дейді Мартин бір күні, «қолымызды қусырып үйде отыра берсек, көп ұзамай аштан өлеміз. Мен қолшалғымды алайын да жиһан кезейін. Сендер үйде қалып, кез келген бір жұмыспен шұғылданыңдар». Ағайынды жігіттер бірін-бірі жақсы көретін. Біреуі не айтса, басқалары ләм-мим деместен қостай кететін. Үлкенінің айтқанына қарсылық білдірмейтін. Мартин қолшалғыны алды да туған үйіне бас ие тағзым етіп жолға шықты. Сол кеткеннен мол кетіп, ұзақ сапар шекті. Қайда барса да жұмыс табылмады. Күндердің күнінде бұрын соңды құлақ естіп, көз көрмеген жат елге тап болды. Байыптап қараса, адамдары бірінен бірі өткен кілең ақымақ екен. Мартин патша астанасына жете бергенде бір адамға кездеседі. «Мына иығыңа асып алғаның не нәрсе?» деп сұрайды ол. «Қолшалға келе жатырмын», дейді Мартин. «Қолшалғы деген не? Ол неге керек?» «Шөп шабуға керек». «Шөп шабуға керек дейсің бе? Ғажап екен. Біз шөпті қолмен жұламыз. Оның өте қиын жұмыс екенін білесің ғой. Қолшалғыңды патшаға көрсетсең қайтеді? Ол қымбатқа сатып алар еді». «Жарайды», деп Мартин келісе кетті. Бейтаныс адам Мартинді патшаға ертіп апарды. Өзі бұрын көрмеген бұл құралға мейлінше қайран қалған патша: «Шалғыңмен шабындығыммен шөп шап», деп табанда Мартинге бұйрық берді. Мартин қолшалғысын иығына асып алып, шабындыққа қарай беттегенде, еріккен адамдар оның соңынан шұбырды. Мартин қолшалғыны жерге шаншып қойды да, екі адамның түстік тамағын әкел деп, қасындағы сарай малайына әмір берді. Анталап тұрғандарды қуып жіберіп, өзі іске кірісті. Түс кезінде тамақ әкелген малайлар естері кетіп қайран қалды. Танаптың тең жартысы шабылып қалыпты. «Сіздің шалғыңыз да тамақ жей ме?» деп сұрайды олар, көздері шарасынан шалғыға қарап. «Кімде-кім ерінбей жұмыс істесе, емінбей тамақ жейді. Сендер қайтыңдар, біз оңаша қалалық». Малайлар кетіп қалды. Мартин олар әкеп берген екі кісінің тамағын сыпыра жеп алып, демалуға жатты. «Екі кісінің сыбағасын алдырғаным тіпті жақсы болды ғой», деп өзіне өзі масаттанып жатыр. «Егерде тамақты бір кісіге шағындап әкелсе, мүлдем аш қалатын едім». Мартин біраз тынығып алып, тағы да іске кірісті. Танаптағы қалған шөпті лезде жайпап тастады да, шалғысын иығына салып, еңбегінің ақысын алу үшін патшаға барды. «Сөзіме құлақ салшы, жақсы жігіт. Сенің шалғың шөпті өзі орама?» деп сұрайды патша. «О, қайырымды патша, шөпті шалғымның өзі шабады», деп жауап берді жылпос жігіт мүләйімсіп. «Шалғыңды бізге тастап кетсең қайтеді? Мен саған алтын ақша мен 1000 сом төлейін». «Менің шалғым одан да қымбат тұрады». «Жарайды, мен сізге оны өзіңіз айтқан 1000 сомға берейін», деді де Мартин шалғыны қалдырып, орнына ақшаны алып үйіне қайтып кетті. Арада 1 жыл өтті. Бұл елде тағы да шөп қаулап өсіп, шабатын мезгіл жетті. «Қолшалғыны шабындық алқапқа шығарыңдар», деп патша әмір берді. Адамдардың бәрі шалғының артынан шұбырып, енді не болар екен деп асыға күтті. Малайлар қолшалғыны шабындықтың ортасына шаншып қойды. Жиналып тұрған опыр-топыр адамдарды қуып жіберді де, өздері де кетіп қалды. Жұмыс істеп жатқанда жан-жақтан анталап қарап тұрғанды шалғының ұнатпайтыны олардың есінде болатын. Қанша шөп шабылғанын көргілері келіп, шаңқай түс кезінде жұрт қайта жиналды. Шалғы таңертеңгілікте
шаншылған жерінде тұр. Жиналған адамдар бұған қайран қалды. Малайлар әкелген тамақтарын қолшалғының қасына қойды да, мына жағдайды патшаға баяндау үшін асығыс жүріп кетті. Патша иығын қозғап зілдене сөйледі. Біздің шалғымызға не болды? Бөтен елдің жігітімен бірге жұмыс істегенде шөпті жақсы жапқан болатын. Енді неге қырсырып қалды? Қолшалғы шөпке де, тамаққа да жуымапты. Малай мұны кешке таман патшаға келіп баяндады. Задында сол шалғы сиқырланған шығар, деді патша, басындағы тәжінің астынан қолын жүгіртіп төбесін қасып. Өзіне шартылдатып 20 дүре соғыңдар, оған да илікпесе жерге көміп тастаңдар. Шабындыққа орындық апарып қойды да, оған қол шалғыны орналастырды. Сосын денесі алпамсадай күшті жігіт оған 20 дүркін дүре соқты. Дүре соғылған сайын қол шалғы ыршып кетеді де, әр нәрсеге тұмсығын тығатын кейбір жылпостарды мұрынға шертіп жібереді. Ол жігіт бұл қол шалғыны сиқырлаған екен деп шулады жұрт. Мұны жерге көміп тастау керек. Қол шалғыны жерге көміп тастады. Бұл елдің тұрғындары тағы да шөпті қолмен жұлатын болды. Ағайынды 3 жігіт рахатқа батып, мұңсыз өмір сүре берді. Осындай ғажап мұра қалдырған әкелеріне дұға бағыштады. Уайым қайғысыз тоқ күндер зулап өте шығып, ақша таусылуға айналды. Ортаншысы Матей бір күні бауырларына былай деді: енді өзімнің әтешімді алып, табыс тауып іздеуге барайын. Кім біледі, Мартиннің қолшалғысы сияқты менің әтешім де бір жерге кәдеге жарар. Бара ғой, бірақ адамдарды шеттерінен нақұрыс болатын алыс өлкелерге бар. Әйтпесе, біздің Чехияда мардымды табыс таба алмайсың, деп Мартин оған ақыл айтты. Матей әтеш